жарайды, бастап көрейік енді бір нәрсесін көрейік. Бисмилля. Ассаламу алейкум, амансыз ба? Құрметті канал қонағы деп айтайын ба? Енді алғашқы видео әзірше. Бұл видеода кішігірім таныстырып өткім келеді. Өзім кім болам, не істеймін, бұл видеода не істеп жүрмін, басқа шаруам жоқ па деген сияқты. Сондай кішігірім таныстыру болады енді. Жалпы өзім атым Елжан болады және ағылшын, араб және түрік тілінен сабақ беремін. Әрине әрқашан енді аспаннан түсе салған жоқ ешкім туа салып қазіргі істеп жатқан ісін жасай салған жоқ, бастай салған жоқ. Енді осыған дейін де басқа нәрсемен айналыстық, басқа жолда болдық, кішігірім андай мағынада емес, жақсы мағынада. Яғни тіл оқуды бастағанымызға қатты көп болғанда жоқ деп айтқым келеді. Бас кезінде негізі өзім жайлы кішігірім айтып кетсем, өзім негізі химия мамандығын оқығанмын. Бакалавр ИНУ-да, Астанада Еуразия ұлттық университетінде оқыған едім. Алайда сол химия мамандығын оқып жүрген кезде, бакалавр оқу кезінде тіл оқуға деген қызығушылық пайда болды деп айтайыншы. Қызығушылық қайдан пайда болды? Енді ол кездері бірінші ағылшын тілі басталды менде. Ағылшын тілі бірінші жыл оқудың алғашқы жылы ағылшын керек деп ойлап жүрген кезде, қысқашалап айтып жатырмын, бұл әңгімені енді ұзақ қылып айтуға болады, қызықтырып, бірақ қысқаша айтайын. Бірінші жалпы тіл оқу керек деген, ағылшын керек деген ой болды. Және екіншісі ол біздің тобымызда Назарбаев мектебінде оқитын бір бауырымыз болған еді. Сол бауырымызбен сөйлесетін болдық күнделікті, яғни достасып, жақсы сөйлесіп кеттік, араласып кетті. Содан кейін сонымен күнде сөйлесетін болдым. Ол кезде ағылшын 0, I have no idea what English is, at that time. Ол уақытта мүлде ағылшын жоқ. Бірақ жаңағы дос баланың арқасында, жаңағы бірге оқып жүрген, сонымен бірге сөйлескеннің көмегі арқасында ағылшын тілін оқуға мүмкіндік пайда болды. Осы жерде айтып өткім келеді, орта деген нәрсе орта деген нәрсе өте маңызды. Егер сіздер мысалы не істегілеріңіз келсе де, қандай бір жақсы қабілет керек болса да, қандай жақсы бір әдет қалыптастырғыңыз келсе де, кез келген жағдайда орта өте маңызды. Қарапайым ағылшын оқиын дегеннің өзіне сізге орта керек. Ал орта деген енді бөлек мәселе, жаңағы синтетикалық деп айтамыз, мысалы ретінде табиғи орта дейміз, қолдан жасалған орта деп айтуға болады. Сол сияқты ортаның да түрі бар, әртүрлі қалыптастыру жолдары да бар. Сондай мәселе. Ал енді жаңағы ағылшын тілі сонымен, ағылшын тілі сөйтіп күнде сөйлесіп жүрдік. Бір жағынан өзім де ютубтан қаннан кешке дейін видео көрдім. Яғни ешқандай түсінген болсаңыз, ешқандай оқу орнында оқыған жоқпын ағылшын тілі деген, жаңағы тіл мұғалімі шет тілі деген оқу бар ғой. Ондай оқыған жоқпын, рас айтайын. Қызығушылықпен жеке көре бердім YouTube видеоларды қайта. Сонымен қатар сол сөздерді үйренгеннен кейін, ютуб көргеннен кейін жаңағы сөйлестім. Яғни теория практика тоқтамастан осы әрекет жасалғаннан кейін қарап отырсам, осындай сөйлеуге ағылшын тілінен жоғары деңгейге жетіп, Алланың қалауымен енді басқаға үйретуге мүмкіндік пайда болғанын көріп отырмын қазір. Сондай мәселе. Және одан кейін жаңағы ол бізде бірінші жыл оқудың, екінші жыл болған кезде араб тілі басталды. Жалпы өзім туыстарым бар, жақындарым бар, араб тілінде сөйлей алатын, жаңағы араб Мысырда Әл-Азхар университетінде оқыған деген сияқты сондай туысқандарым бар. Солардың бір жағынан бір демеуі болды, бір жағынан өзім де жаңағы енді намазда болғаннан кейін Алланың қалауымен Құранды оқып түсіне алсам деген, жаңағы ислами діни кітаптарды түсіне алсам деген бір ой болды. Сонымен қоса жаңағы туған туысқанмен болсын, басқа адамдармен болсын, арабша сөйлесе алу да бір қызық болып көрінді. Сол үшін де жаңағы араб тілінде бастаған бір жайымыз бар. Бұл бізде екінші тіл болды, ол екінші жылы болған. Осыдан кейін кетті, яғни жалпы бірінші жылы ағылшын тілі оқыған кезде видео көресіз ғой, енді көп YouTube видео таңнан кешке дейін көре бергеннен кейін құлақ үйренісу керек, яғни тіл оқу барысында құлақ үйренісу керек. Сол үшін таңнан кешке дейін көре бердім. Енді ол кезде оны түсінбейсің әрине, бірақ сол көре бердім.
уақыт өте келе үйрене бастады құлақ. Және сол көп видеоның арасында бір видео болды, ол мынау басқа адамдардың тіл сөйлегені жайлы, яғни полиглоттар жайлы. Полиглот дейміз ғой, көп тіл білетін адамдар жайлы. Бір кісі ол арасында сөйтіп 5, 6, 7 тілде тоқтамай бірінен соң бірі сөйлеген сондай бір видеосы болды. Және сол видеоны, сондай бір видео көргеннен кейін жаңағы жүректе от жанды дейміз ба, көзде от жанды, и бір қызығушылық пайда болды. Өйткені оған дейін көп ештеңе қызықпайтын едік, яғни ең бірінші қызыққан нәрсеміз сол шығар, тіл шығар. Тілге қалай қызықтық, осыдан кейін ой пайда болды, араб тілін оқып алайын, ол да жақсы, керек тіл деген сияқты, мұсылман ретінде білуім керек деп. Одан кейін үшінші тіл пайда болды, түркшеде бір ұнап, орта жолда бір түркиялық түрк киноларын көріп, жаңағы сериал емес әрине, андай тарихи кинолар көргеннен кейін де, тарихты бір саясатты кішкене бір көргеннен кейін де біраз ойлар келді. Одан кейін жаңағы басқа жапон тіліндегі кішігірім қызығушылық пайда болды жаңағы деген сияқты. Сөйтіп тілдер негізі кете береді. Жалпы бір тіл оқыса адам одан кейін тағы да оқи бергісі келеді. Енді азарт деп айтсақ болады, әрине құмарлық деген сияқты ондай мәселе бар бұл жерде де. Бірақ бұл енді әрине пайдалы, жақсы жаққа қарсы. Жалпы осылай. Негізгі сол, яғни айтайын дегенім, қазір негізгісі сол ағылшын, араб, түрік тілдері, осы үш тілді алып жүргеніміз бар. Басқа тілдерді де базалық дейді ғой, яғни қарапайым деңгейде білеміз, бірақ оған да көңіл бөлу болды. Енді әрине уақыт тілде бір күш қуатты энергияны уақытты талап ететін нәрсе. Сол үшін де бұл да өте маңызды нәрсе негізі. Жалпы кішігірім таныстырмамыз болса, таныстыруымыз болса, егер де сұрақтарыңыз болса, иншалла алдағы уақытта, алдағы видеоларда тағы да асықпай әр нәрсені жеке-жеке ашып айтатын боламыз. Енді дәл қазір ойға не келді, соны айттық. Егер де алдағы уақытта асықпай ойды жинақтап, әдемелетіп, жеке-жеке тақырыптар болады тіл оқуға қатысты, бәлкім өмірлік бір мәселелер болады, кейбір өзіміз ойлап түйіп жүрген, бәлкім сізге пайдасы тиіп қалар деп саламыз осында. Олай болса, видео ұнаса лайк басыңыз, лүпіл етіңіз, қазақша айтайық, лүпілдетіп қойыңыз. Жаңағы қалай деуші еді, құдай тіркеліңіз каналға, subscribe дейді ғой, тіркеліңіз, және коммент жазып қойыңыз. Енді пікір қалдырып, қалай ойлайсыз, не ойлайсыз, бәлкім бір сұрағыңыз бар ма екен, сондай. Енді белсенді болыңыз, иншалла жақсы контент жасауға тырысамыз. Оның үстіне қазақ тілі контент жасауға да үлес қосуымыз керек. Енді бұл да негізі үлкен тақырып, бөлек. Бұл жайлы иншалла айтармыз. Жақсы. Ассаламу алейкум.